Сәлем достар, бүгін біз түрік тағамы пахлава тәттісін дайындайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ұнымызға сары майымызды ұсақтап, екеуін біріктіреміз. Екі масса араласып, жақсы бірігуі қажет. Біріккен массамызға жұмыртқаның сарыуызын, шымшым, тұз, 2 қасық қаймақ және де бір шай қасық қосқышымызды салып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бір теста шығарамыз. Тестамызды арнайы пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Ал ендеше ішіндегі начинкасын дайындаймыз. Жаңғақты ұсақтап алып, үстінен қантты салып, және де жұмыртқа ақуызын салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Тестамыз тоңазытқышта 30 минут тұрды. Оны сопақша көлемде бір илеп аламыз. Және өз қалауыңызша 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Әр бөлік 150 граммнан шықты. 4 бөлікті де өте жұқағап жайып аламыз. Және де үлкен көлемде болғаны дұрыс. Қаншалықты көлемі үлкен болса, соншалықты көп болады. Енді тестамызды табаға орналастырып аламыз. Көз мөлшерімен жаңағы начинкамызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Начинкамызды барлық жерге жететіндей етіп жағып шығамыз. Келесі қабатты орналастырып, онда әдемілеп жайып шығамыз, барлық жерге жететіндей етіп. Жаңағы начинкамыздың қалғанын салып, тағы да жайып, әдемілеп түзеліп шығамыз. Міне мен соңғы қабатын орналастырдым. Шеті қисық болғандықтан мен осылай орап шықтым. Сол кезде начинкамыз көрінбейді және де сыртқа шығып кетпейді. Осылай бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Менде 24 бөлік шықты. Бетін жұмыртқаның сарыуызымен жағып шығамыз. Әр бөлігіне бүтін жаңғақтарды қойып шықсаңыздар болады. Бұл жаңғақтар пахлаваның әдемі болып көрінуі үшін қажет. Бұл өз қалауларыңыз, қойсаңыздар да, қоймасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Пахлавамызды духовкада 160 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Пахлавамыз пісуге 5-10 минут қалған кезде сұйық әселді құйып жіберсеңіздер, одан да дәмді болып шығады. Пахлавамыз дайын болды. Барлықтарыңызға пісіруге кеңес беремін. Көргендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.